Интернеттің түбінде не бір қорқынышты біртүрлі видеолар толып жатыр. Арасындағы біреулері байқаусызда камераға түсіріліп қалған болса, ал басқалары болса әдейі жасалынған. Бәріміз ар жағында не жатқанын білмей, ойбай беті құрсын деп өтіп кетіп үйренгенбіз, дұрыс па? Оны өзі кім түсірген, не үшін деп ойланып, ізденіп көрмегенсіздер ме жалпы? Сәлем, сіздер мен Диана Кю, қорқынышты видео салшы деп қоймай кеттіңіздер ғой. Ал қалауларыңызды орындадым. Енді қорқып соңына дейін көрмей шығып кету деген болмасын, айтып қояйын. Өйткені действительно қорқынышты болғалы тұр. Ноа Спенсер. Менше көбіңіз бұл видеоны уже интернеттен бірнеше рет көргенде шығарсыздар. Иә, бірден шошып кетеміз, бірақ көбіміз ой өтірік видео ғой деп ойлаймыз, иә. Бұл видео алғашқы рет 2017 жылы Твиттерде пайда болған екен. Давайте видеоның өзінің толық версиясын көрейік. Короче, үйде бір өзім қалып кеттім. Өзімнің емес, досымның үйінде. Досым мамасына көмектесу үшін кетіп қалды. В общем, енді бір өзім қараңғыда отырмын. Бір-екі біртүрлі дыбыстар естім. Шынымды айтсам, қорқып тұрмын. Жігіттің аккаунттың аты Ноа Спенсер болып тұр. Ой, әшейін сондай қорқынышты видеоларды жасап жүрген біреу шығар десем, жоқ, профилінде тек сол видео ғана бар и все. Егер жай қылып мұқият қарасақ, ол монстр емес, қара костюм киіп алған бір адам екенін байқасақ болады. Так что қатты қорықпай тұрыңыздар, бұл видеоның фейк болуы әбден мүмкін. Но все же кім білсін, е? Тұрып тұрған ешкі. Бізде білмеймін, бірақ анау шет елдерде уже мем болып кеткен әжептәуір атақты видео екен. Интернетте 2018 жылы пайда болған. Ешкінің аты Билли екен. Әрине тірі ешкі емес, енді біреудің өз қолымен жасап сатқан чучела деп айта салайыншы. Яғни кожасы, көзі бәрі шын ешкінікі, алайда уже өліп қалған. Видеоға түсірген қыз, маған ғана солай көрініп тұр ма, әлде бәріңіз видеоның соңында ешкінің құлақтары қимылдаған көрдіңіздер ма деп салған екен. Ешкіні жасаған Адель атты қыз болып шықты. Қызық нәрсе, дәл сол Адель деген қыз қазір хит болып кеткен мем осы түлкіні де жасаған болып шықты. Түнде далаға шыққанда алдымнан бұндай ешкінің шыққанын қаламаймын дегендерін естиміз. Әрине лайкты дөң етіп баса саламыз. Бастыңыздар ма? Дальше кеттік онда. Жүре алатын Моаи. Ойбай, мына видеоны бірінші көріп алыңыздаршы. Әжептәуір сұмдық и странный видео, я? Алғашқы рет ютубта 17 жыл бұрын пайда болған. Каналға кірсек, оңшем дәл соған ұқсас видеолар толып тұр. Даже гигантскийлері де. Ал вообще Моаи деген не өзі білесіздер ма? Ол бұрыннан келе жатқан мүсіндер және бәрінің жақсы көретін смайлигі и мемі. Алайда әлі күнге дейін соншама ауыр тасты бұрынғы заманның адамдары қалай жасаған и қалай оны көтеріп жердің астына көмген деген сұраққа жауап таба алмай жүр. Ал мына видео арқылы типа олар осылай мүсіндер өздері ақ жүрген деп көрсеткісі келген екен. Так что сіздер де біліп жүріңіздер, енді бұл мемнің аты вообще-то Моаи екен. Кішкентай бөпенің мороженое. There's good reason for my glistening skin and how I shine and how my pores are so clean. Бұл видео негізі мороженныйдың рекламасы. Кім бұндай біртүрлі реклама түсіреді деп тұрсыздар ма? Как будто мына мороженый құбыжық өзін өзі жеп жатқандай ойластырылған. Ютубта 2012 жылы пайда болған и сразу атақты болып кеткен. Өздеріңізде көрсеңіздер болады. Little Babies Ice Cream деген компанияның шынымен де кәдімгі мороженныйға жасаған рекламасы. Тек рекламалары ғана емес, мороженныйлардың өздері де быт-шыт болған. Әші аджика қосылған мороженый, әмәу дегендей в общем. Ал мына жігіт болса дәл рекламадағы құбыжықтың өзі. Одан кейін де олар қаншама миы ашып қалған видеолар салды. Бірақ именно осы рекламалары кәдімгідей адамдардың арасында атақты болып атып кеткен. Demon Dog. Әшейін 3 секундтық видео. Анық емес, бұлыңғыр бөлме, ал соңында жүгіріп келіп қалатын монстр. Бәрі бұны Demon Dog дейді екен, яғни қазақшасы жын ит дегенді білдіреді. Ал мынау болса соның екінші түрі.
Бұл жерде басқа локация болғанымен монстр болса дәл жаңағы. Білесіздер ма, бұл шынымен камераға түсіп қалған жын болып шықты деп қорқытпай қояйын. Как всегда, әшейін еріккен біреудің жасаған фейк видеосы. Каналында басқа да сондай қиялдарский видеолар әжептәуір баршылық. Сөйтсе, бұл әртүрлі Хэллоуинге арнап жасалған маскалар, костюмдар жасайтын мектепте оқитын бала екен. Молодец, қолың гүл екен, бүкіл интернетті қорқытқаның болмаса. Мені құшақтама, итак қорқып тұрмын. Так, бұл видеоның аты Don't Hug Me, I'm Scared деп аталады. Қазақшасын болса жаңа ғана айтып кеттім, если что. 13 жыл алдын шыққан 80 миллион қаралымы бар. Видео кәдімгі балаларға арналған мультик сияқты басталады. 3 түрлі персонаж, утка, қызыл шашты біреу и сары кожасы бар біреу. Вдруг көзі бар сөйлей алатын блокнот пайда болады да өлең айта бастайды. Вроде жаман ештеңесі жоқ, бірақ ары қарай бәрі түсініксіз бола бастайды. Мультиктің атмосферасы қорқынышты болып, персонаждар да өздерін бір түрлі ұстай бастайды. Білгендерін істеп, қан, ет пайда болып, в общем, мынау балаларға арналған мультик емес, хоррорма бірдеңе ғой ше. Не үшін, қандай мақсатта жасалынғанын ешкім білмейді. Каналда басқа да эпизодтары бар. Барлығы сондай бір түрлі сұмдық. Көбісі балаларды мультик арқылы тәрбиелеуді доғарыңдар деп айтып жатыр деп қояды әйтеуір. Кім білсін, не? Сіздер қалай ойлайсыздар? Валрус. Араларыңызда интернеттен қорқынышты видеоларды көп көретіндер болса, онда мынаны точно көрген болуларыңыз керек. YouTube енді пайда болғандағы алғашқы хоррор видеолардың бірі дәл осы. Билеп жатыр ма? Бірдеңе арық сүйек бір қыз. Ой, не болып жатыр өзі? Көбісі ойбай, соңына дейін көрсең өлесің, гипноздап қояды деген өсектерді де таратқан. Айтсам сенбейсіздер, алайда видеодағы қыз шын өмірде бар. Сандра атты биші қыз болып шықты. Просто редке ауру болған соң денесі сондай біртүрлі форма болып қалған. Бір қиял біреу қыздың өз өмірімен бөліскен әжептәуір видеосын алып, качествосын жаман қылып тастап, хоррор музыка қосып интернетке таратып жіберген. Иә, кейбіреулерге біреудің ауру қиын өмірі күлкілі ау, қайтеміз енді. Бланк сорпасы. Бұл соңғы 20 жылдағы ең сұмдық и жұмбаққа толы видеолардың бірі болып келе жатыр. Былай қарап тұрсаң, анау айтқандай қорқынышты жері жоқ, я? Еркек қопал сынып кеседен сорпаны ішіп жатыр, ал артынан анау бірдеңе жақындап келе жатыр. Еркектің басынан сипап қасына отырады да, сәлден соң тағы біреу келіп арқасынан сипап отырады. YouTube'да бұл видео 2008 жылы пайда болған. Әлі күнге дейін адамдар бұның кім түсіргені, не үшін, ана маскадағылардың кім екенін түсінбей келе жатыр. Еркекті ұрлап осы жерге әкеп қойған ба, или әшейін пранк па? Басқалары ғой, вообще еркекті адамның етін зорлықпен жегізіп жатыр деп те айтып жүр. Видеоның бұдан басқа түрі де бар. Тағы да еркек сорпа жеп жатыр, ал анау екеуі артында тұр. Кейін бірден біреу жүгіріп келеді да видео өшіп қала салады. Қорқып отырғандар өздеріңізді баса беріңіздер. Бұл арнайы аниматорлар командасының түсірген видеосы болып шыққан. Сорпа ішіп отырған жігіт болса, сол команданың бастығы Рейман деген жігіт. Ну жарайсыңдар, нағыз хоррор видео болып шығыпты. 11Б. Бұл видео YouTube'да 2015 жылы пайда бола салып сразу атақты болып кеткен. Видеода Чуманың маскасын қап-қара киініп алған біреу қолын көтеріп бірдеңені көрсетіп тұр. Мүлдем сөйлемейді, тек фонда біртүрлі қорқынышты звуктар шығып тұрады. Адамдар ізденіп қараса, видеода білінер-білінбес болып өлі адамдардың фотолары, яғни труптар жасырынған болып шықты. Еще біз уже өлгенбіз, мен сені аңдып жүрмін деген жазулар да бар. Ойбай, не бір теориялар кетті енді. Ойбай, бұл маньяк, ойбай, бұл хакер деген сияқты. Сөйтсе, программист жігіттің ерігіп түсірген видеосы болып шыға келді. Труптың фотолары бәрін адамдар миын қатырсын деп әдейі жасаған екен. Ол жерде ештеңе жоқ. Әшейін 1 минуттық видео, соның өзінде миллион адамдарды шошытып үлгерген. Қыз бір точкаға қарап отыр, артында пожар болып жатыр. Тамағына басын тығып аламей, әйтеуір соңында мына фразаны айтады.
there is nothing. Ол жерде ештеңе жоқ дегенді білдіреді. Бұл видеоны студент кезінде режиссер жігіт түсірген болып шықты. Оған хоррор видео түсір деген тапсырма берілген. Осыны ойлап тауып түсірген. Қарашашта сіздерде мен бармын, өйткені әлі осыншама видеолардың бәрін басқалар көріп, әлі ұмыта алмай қорқып жүр. Ал негізінде әшейін біреудің түсіре салған видеолары. Так что достарыңызға таратыңыздар осы видеоны. Жарай ма? 666. Бұл видеоны YouTube'дағы менің атым 666 деген біреу салған. Видеода компьютердің запись экранасы тұр. YouTube'ға 666 деп іздейді да, YouTube'тың өзінің былайша айтқанда быт-шыты шығып кетеді. Қан сияқты қып-қызыл болып, біртүрлі звуктар шығып, в общем, YouTube өзімен өзі қуып қала салады ғойшы. Каналдың аты осы, Nana 725-763. Енді типа запись экраны болып тұрған соң, барлық адам YouTube'тың осындай болып кеткеніне сеніп қалды. Ойбай, бұл жындардың каналы деп те жүрді. Тем более бұрын шыққан видео монтаж жасанды интеллект деген жоқ, бәрі сеніп қалды. Алайда әрине біліп тұрсыздар ғой, бұның бәрі әдейі қорқыту мақсатында жасалынған видеолар. Каналында соған ұқсастары вообще көп. Чотам өзім көрейінші деп іздеп көретіндер бар ма? Айоки. Бұның интернеттен гулеттап жүргеніне әжептәуір болып қалды. Видеода Майкл Джексонның ужас кукласын көреміз. 2009 жылы YouTube'да пайда болған. Сол жылдары бәрі YouTube'ға тек осындай видеолар салған ба? Не бәле өзі, Басында бәрін бір қорқытып алса, ал кейін болса уже мемге айналып кетті. Кім бұл видеоны түнгі 3-те көреді, соған осы ужас келеді деп біразы қорқып жүрді әйтеуір. Так, қайсы видео сіздерді қатты қорқытты и вообще соңына дейін көре алдыңыздар ма? Видеоны соңына дейін көре алғандар комментарийге құпия сөзді жазып кетеміз. Мен батылмын деген сөзді. Осы сөздеріңіз арқылы мен сіздерді видеоны соңына дейін көргендеріңізді білетін боламын. Ал сіздермен болған Диана Q, келесі роликте кездескенше.